Быйылғы бау бақшада өзіміздің қолымызбен өсіріп өндірген өнім. Қызанақтарды турап алдым. Енді 1 қасық тұз, 3 қасық қант саламын. 4 қасық та салуға болады. 2, 3. Пияз саламын үстінен. Қатты аш болмасын деп дәндерінің жарысын алып қалдым. 3-4 зубчик чеснок, сарымсақ, жарты стақан 9% сірке қышқылы және жарты стақаннан кішкене аздау сұйық май. Кішірек ыдысқа салып алдым. Шамалы басып жіберу керек. Осылай. Енді бетін жауып тоңазытқышқа қоямын. Кешегі дайындаған салатым өте дәмді болып шықты. Біз уже бір ыдысын босатып қойдық. Қазір мантымен тағы да дастарханға қойып қоямын. Осылай саламыз. Кеште болса жасадым. Салат дайын.